5-10-20 бағдарламасы бойынша өтінім беруге 27 күн қалды. Достар, өтінімді 2 сайт арқылы беруге болады. Біріншісі online.hsbk.kz, екіншісі hsbk.kz. Енді достар, айта кететін жайт, биыл 2013 жылды қоса алғанда кезекте тұрған жандар 5-10-20 бағдарламасына қатыса алады. Енді сіздерге жалпы қалай қатысуға болатын жөнінде қазір арнайы нұсқаулық түсіретін боламыз. Тамашалаңыздар. Ал достар, 5-10-20 бойынша өтінім беруге арнайы сіздерге нұсқаулықты көрсететін боламыз. Міне, ЖССБ немесе Жилстройсбербанк өздеріңізге ыңғайлы қылып жазасыздар. Біздің мінекей өзіміздің арнайы сайтымыз шығады, осындай бас парақшамыз. Осында кіресіздер. Кіре берісте бас бетінде, яғни осы шаңырақ бағдарламасына арналған келесі сурет шығады. Подробнее басамыз. Подробнее басқаннан кейін шаңырақ бағдарламасы жайлы барлық ақпарат, көптеген сұрақтарға мына жерден жауап тапсаңыздар болады. Енді біз өтінім беруге сіздерге нұсқаулық түсіріп отырғаннан кейін ары қарай көрсетейік. Проверить и подать заявку. Проверить и подать заявку деген қалай? Яғни бұл жерде әр адам, яғни өтінім бере алмайды. Міндетті түрде әкімдікте, кезекте тұрған жан болу қажет. 2010 жылды қоса алғанда кезекте тұрған жан болу қажет. Яғни система автоматты түрде өзі белгілеп қарап отыратын болады. Мына жерге ЖСН тереміз. Кезекте тұрған жанның ЖСН тереміз. Сол кісінің ұялы телефонын міндетті түрде мына жерге басуларыңыз қажет. Өйткені себепсіздер өздеріңіз жайлы ақпаратты банк тарапынан қабылдауға рұқсат етесіздер. Мінекей мына жерге сіздердің толық аты жөндеріңіз, қай күні кезекке тұрдыңыздар, қай қалада кезекке тұрдыңыздар, және де қай категорияға кіретіндеріңізді толықтай жазып өтеді. Міне мұнда құттықтаймыз. Яғни сіздің тұрған уақытыңыз 1986 мен 2013 жылдар деп жазылған. Яғни кезекке тұрған уақытта. Далені басамыз. Далені басқаннан кейін бағанағы сіз өздеріңіз көрсетілген ұялы телефондарыңызға арнайы SMS код келеді. SMS хабарлама арқылы келген санды осында енгіземіз. Әрі қарай басамыз. Далее. Көрдіңіздер, достар, результат, яғни ваша заявка на программу Шаңырақ успешно принята деп тұр. Яғни сіздер Шаңырақ бағдарламасы бойынша өтінім бердіңіздер. Сәтті өтінім бердіңіздер. Енді 3 күн сіздерге күтуге тура келеді. 3 күннің ішінде банк тарапынан сізге біздің қызметкерлер хабарласып, арнайы банк бөлімшесіне шақыратын болады. Достар, қазір ғана сіздер тамашалаған нұсқаулық, ол жеке құрылыс мекемелерінен үйді несиеге рәсімдеген жағдайда. Тағы да айта кететін жайт. Биыл 2010 жылды қоса алғанда әкімдікте кезекте тұрған адамдар қатыса алады. Келесі жылдар, яғни жоғары қарай өсіп көтеріле береді. Нұсқаулық сіздерге пайдалы, ұнамды болды деп ойлаймыз. Әр қазақстандық баспаналы болсын.